Ассаламу алейкум, сәлем баршаңызға. Мен арнама қош келдіңіздер. Егер де мен арнама тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында кептірілген сарымсақтың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен жуылған, ашылған, тазартылған сарымсағымызды дұрыстап, тазалап алып, оларды жұқа етіп, кесіп алып, пергамент қағазына не болмаса фольгаға жайып аламыз. Кейін оларды әселпештікке салып 80 градусқа кептіріп аламыз. Осы кептіру барысында сарымсағымыз күйіп кетпеу үшін оларды қасықпен былғастырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған сарымсағымыз осыны алып шығады. Қазір сіз видеода көріп тұрғандарыңыздай ол өте жеңіл, кідірлік болып, және салмағын жоғалтқан. Осы дайын болған сарымсақты блендерге салып, әбден порошок күйіне енбейінше оларды еземіз. Осы кептірілген сарымсақты етті тұздасаңыз, қарабіш қоссаңыз, тіпті керемет болады. Фаршқа салсаңыз, фаршыңыздан колбасаның дәмі шығып, етіңізге, фаршыңызға ерекше дәм беретін болады. Егер де мен арнама тіркелмесеңіздер тіркеліп кетіп, лайк басып, комментарий жазып, маған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет.